Ханбике Эстер. Мен бұл қозыны патшаның кешкі ауқатына алып келдім. Жүді жақсы. Атың хам сарайға келудегі мақсатыңды айт. Хей Мардахай, мен патша асханасы үшін және бір шора таптым. Сіз яхудилерден жүді жақсы құллар шығады. Менің сөйлескенде орныңнан тұр, Мардахай. Болмаса сені екіге бөліп таслаймын. Қане енді ықтиярым өзімде болғанда, хәммеңізді құлға айландырған болар едім. Сіз бе, Мардахай? Ауа, ханым. Мен бала бағушы емеспен, ханым. Егер сарайда іслеп атырған болсаңыз, баланы да сіз алуыңыз керек. Енді бұл нәресте сізікі. Сіздің туысқаныңыз һәм оның хаялы өліп кетті. Ақырсыз олардың жалғыз туысқанысыз, сондай емес пе? Қызалақтың аты Эстер. Мен оны алып қала алмаймын. Сіз оны алуыңыз керек, Мардахай. Көплер өліп кетті. Ол болса тірі қалды. Оны өз қызыңыздай тәрбиялаң. Ол сізге жарылқау алып келеді. 20 жылдан соң. Хаман енді патшалықтағы екінші адам. Келіңлер бұны байрамлаймыз. Ақырғы қадем қалды. Қалай, біздің хаяларымыз көззал екен? Бірақ сондай болса да, көззаллықта ешбірі менің хаялыма тең келе алмайды. Басқарушы, Уаштиді шақырып кел. Таярланың, мырзалар. Уаштидің көззалығы сізлерді ақылдан аздырады. Сөйле. Патша, Ханбике Уашти, ол шығудан бас тартты. Не? Менің айтқанымды қайтаратұғын Ханбикені көруге көзім жоқ. Эстер. Рахмет саған. Ас болсын. Ас болсын. Рахмет. Сен жүдә сақи екенсің. Рахмет. Бұл сізге жәрдем береді. Құдай сені жарылқасын. Ас болсын. Бұл менің кеулімді көтереді. Бүгін біраз тәуірсең бе?
Мен байлау үшін тауар, һәм ішу үшін дәрі алып келдім. Эстер! Біздер кетуіміз керек. Кетеміз? Ханбикені сарайдан қуып жіберді. Енді оның орнын иелейтұғын Гөзал қызды іздеп атыр. Олардың бұл жерге келмеуі анық. Оннан қалса мен Гөзал емеспен. Сен өзіңнің қаншелі Гөзал екеніңді білмейсең де. Бекар гап. Сені бірінші мәрте қолымда ұслап тұрғанымда. Сен әпуайы қыз емессің, Эстер. Құдай сенің өміріңді бекарға сақлап қалмады. Егер бұл хақында есінен шығарған деп ойласаң, һәм сені бәлкім сен осы жағдай үшін туылған болсаң ше. Әке, Бәлкім сен ханбеке болуың керек шығар. Сарайға келгеніңде өзіңді мені танымайтұғындай қылып тұт. Абайлы бол, олар сенің яхуди екеніңді біліп қоймасын. Біздің жақынымыз үшін бұл жер қауіплі. Һәммесін сіз айтқандай қыламан, әке. Кешірерсіз, бұл қыз даруаза алдына келіпті. Мен оны патшаға ұнап қалар деп ойладым. Яқшы. Бұл киімлерің кеш нәрсеге арзымас екен, бірақ қадды қауметің келіскен екен. Бұл сақып жамалды киіндіру ханасына алып барың. Хош, бір әпуайы, бірақ сыпатсыз болмаған киім таңлаң. Шайыны өлшеп көрінған еке. Ауа, тап ұсындай. Қаймақы рең шайы, нағыз өзі. Көздерінде бояң. Олар парлап тұрсын. Олар Ахашуэрош мен келдім десін. Ядыңда тұт. Ол өзі келіп қолындағы хасасын созбағанша қасына жақынлама. Бұл белгі оның алдына баруың мүмкінлігін білдіреді. Сен маған құлақ салмай атырсаң, ол сенің әкең бе? Кім? Қарауыл яхуди. Алдынан абайлы бол. Ешкімге айтпайсыз ба? Яқ, біз әмеміз бір-біреуімізді қоллауымыз керек. Кейінгісі. Ой, мен не деймін? Патшаға ма? Эстер, бір ауызда сөз сөйлеме. Құдай не айту керек екенлігін аян қылады. Атың кім? Эстер, Эстер. Сен менің ханбикем боласың. Енді уәштейдей Гөзалды ешқашан ұшыратпаймын деп ойлаған едім. Бірақ бұл оннан да Гөзалырақ. Хош,
Саған белгілі болғанындай, алдыңғы хан бекеменен базы бір түсінбеушіліктер болды. Оларға алтынға сатып алынатұғын һәмме нәрсені беремен. Бірақ олар басыма шығып алады. Бүгіннен баслап, хан беке бойсынуды үйренеді. Бірінші қағида. Мен шақырғанымды алдыма келесің. Мен бұны жаным менен орынлайман. Екінші қағида. Саған мұражат етпегенінше сен еш нәрсе сөйлеме. Үшінші қағида. Сен өзім шақырмағанымша жақыныма жолама. Түсіндің бе? Сіз менің хүкімдарымсыз. Менің вазипам сізге қызмет ету. Бұл басқа гәп. Ханаңа бара бер. Мардахай! Мардахай! Мен патшаны көруім керек. Саған мүмкін емес, Дазим. Ол менің қызымды орлап кетті. Менің жалғыз қызымды. Түсініп тұрман, Дазим. Сарайға баруын бұл ақылсызлық болады. Бірақ рұқсат ет, мен... Яқ! Дазим, тоқта! Дазим, тоқта! Яқ, Дазим, тоқта! Қане ол? Менің қызым қане? Сен кімсің? Оны тартып алуыңызға хақыңыз жоқ. Ол менің қызым. Сарайға кіруге қалай батылың барды? Өлім. Сен бұл жерде не қылып атырсаң? Нені ойлап қойдың? Бәлкім менің лауазымым хақында елі естпеген шығарсаң. Әммеге жақынласқанымда маған тәзім етуіңіз патшаның бұйрығы. Құдайымнан басқа ешкімге тәзім етпеймін. Сен Израилда емессің, Мардахай. Бұл жер Персия. Персияда мен құдайман. Тіс шөк. Ханбике, оларды ауқатландыруға әлбетте қарсы емеспен. Бірақ білесіз бе, патшаға бұл ұнамайды. Бірақ біздер оларды аш халында таслап қоя алмаймыз. Не? Өзі бұл жерде не болып атыр? Бұл адамлар аш. Жоқ болың әммеңіз. Кетіңлер. Кешіресіз. Сарай асханасы кедейлер үшін емес. Патшам, сөйлеуіме рұқсат етің. Егер жүдә зарур болса, Егер бейшара камбағаллардың бұл жерге кіруіне мүмкін болмаса, рұқсат берің. Оларға азық ауқатты сыртқа апарып берейін. Сарайда сонша көп ауқатлар таслап жіберіледі. басқа біреу алып шықсын. Қаланың ішінде сарқыт толы себетпенен жүру ханбекеге сай іс емес. Міннетдарман. Сіз жүдә сақисыз. Қымбатлым, менің байлықларымның ешқандай пайдасы жоқ. Себебі Мардахай маған тәзім етпей атыр. Хаман, бұл бір арзымаған адам. Яһудилердің хаммесі сондай. Олар өз құдайларына сыйынады һәм өз низамларына бойсынады. Ақыр сен мемлекеттегі екінші кереклі адамсаң, бір нәрсе қыл. Не? Олардың бәрін зынданға таслай алмаймыз ғой. Бірақ өлтірсе болады. Патша ешқашан көнбейді. Патшаға хүрметсіздік, бұл сатқынлық. Сатқынлықтың жазасы өлім. Бұндай жағдайда патша разы болады. Келің сізге жәрдем берейін.
Бұл хан бикелерге ылайықлы іс емес. Бекар гәп. Ақыры шелік сізге ауырлық етеді. Сіз жүдә мейірімлісіз, хан бике Эстер. Сіз келгеніңізден бері сарай жүдә өзгеріп кетті. Бұны есіткенімнен қуанышлыман, мінеттарман. Яһудилер сізді тақтан түсірмекші. Бұл хақиқат. Ана қарауыл Мардахай болса сарайға жансызларды кіргізіп атыр. Сарай яһудилерге толып кетті. Не? Ауқалымыз жүдә жаман. Сіздің тақтыңыз қауіп астында. Оларға іслеген барлық жақсылықларыма жауап осы болды ма? Сатқынлар, қозғалаңшыларды қатыл етуді бұйыр. Біреуі де қалмасын. Қозғалаңшыларды ізлеуге уақыт жоқ. Бұйрық бер. 12-ші айдың 13-ші сәнесінде барлық яһудилер қырып таслансын. Жасы қамғарысын, балалар менен хаялларды да. Саған не мақұл болса, соны ісле. Ол қалайынша бұндай қарар шығарды? Мардахайдың айтуынша бұл Хаманның ісі екен. Әкем және не деді? Маған әмесін айтып берің. Мен айтқанларының бәрі ұсы. Айтың. Оның айтқаны, сіз патшаның алдына барып, яһуди екеніңізді мойындауыңыз керек екен. Оған құлақ салмаң. Ол ғазептен өзін баса алмай атыр еді. Ол бұның қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Барың, әкемді тауып оған айтып қойың. Барлық яһудилерді бір жерге топлап, мен үшін ораза тұтып ибадат қылсын. Біздер 3 күн еш нәрсе ішіп жемейміз. Кейін патшаның алдына барып, халқымның аман қалуын жалбарынып соранаман. Эстер, сен оның алдына бара алмайсаң, ол сені өлімге үкім етеді. Егер өлуім керек болса, демек тағдырым солай екен. Маған сөйлеуіме рұқсат берің, патшам. Мені өлтіруіне жол қоймаң. Мен келуге мәжбүрмен. Осылай істеуге мәжбүрмен. Мен ешқашан саған зиян тигізулеріне жол қоймайман. Эстер, сен соншелі не қалайсың? Айтсаң болды. Сен үшін әмме нәрсені істеуге таярман. Мен Не қалайсың? рұқсат етсеңіз, сізге арнап зияпат берсем. Зияпат өткеннен соң мен сізге алдыңызға не үшін келгенімді айтаман. Зияпатқа Хаман да келсе жақсы болар еді. Жаным менен. Хан бекенің өзі маған арнап зияпат даярламақта. Әуелі бәрше яһудилерді қырып таслайман. Соңынан патшаның сенген мәслихатшысына айланаман. Кейін бір нәрсені аңлап алғанынша, мен патша боламан. Мен биіктігі 50 құлаш болғандар соғуын бұйырдым. Бірінші хамме жетекшілерін асамыз. Ей құдайым, маған үлкен армия керек болады. Ол сенің қол астыңда. Бүткіл дүния Ахашуэроштың сатқынларға қандай жаза беретұғын көріп қойсын. О, Эстер, сен ажайып зияпат өткеріпсің. Кел отыр. Сенің ілтимасың не екенін тезірек білгім келіп атыр. Хаман қала берсін бе? Эстер, не затқа тәшвишленіп атырсаң, маған айт. Тіле тілегіңді. Бүткіл патшалығым сенің қол астыңда.
Маған сіздің патшалығыңыз керек емес. Сізден бар жоғы сұрайтұғын ілтимасым, менің өмірімді сақлап қалсаңыз. Эстер ешам өмірін қауіп астында емес. Патшам, алжасасыз. Мен өлімге үкім етілгенмен. Бүткіл халқыма ұқсап. Не? Кімнің батылы барды? Оны маған көрсет. Әзір-ақ мен оны қатыл еткіземен. Бұл Хаман. Ханбеке, мен ешқашан... Сіз? Мен яхудимен. Мен сізге жаманлықты рауа көрмеймін, патшам. Халқым да. Мені тәрбиялаған Мардахай да. Біздердің сізден жалғыз сұрайтұғынымыз өз құдайымызға бойсыну құқы. Сенің айтуыңша, ол яхуди, патшам. Оған құлақ салма, оның өзі тақты иелемекші. Сен өтірік сөйлеп атырсан, Хаман. Мен елі Эстердей жақсы инсанды ұшыратпағанман. Яқ, патшам, керегі жоқ. Қате қылып атырсан, ойлап көр. Мардахай үшін құрдырғандарға сенің өзіңді асады. Time has come. I came to earth with promises to fulfill. I'll not turn. I was born for such a time as this. Seize the sword and speak the word, and gently, for the Lord is by my side. Blame or fame, I know I came for such a time as this. God chose me, so I will be a heart for those whose hearts are weak. Their voice is still, my heart is full, and from that heart I'll speak. I am here, my vision clear, my spirit now is fearless and at peace.